заттың қашшауы. Қазір өте білімділер көп, бірақ оның қасына жолау қиын. Ана білімі оған кері әсер етіп кеткен. Оған жоласаң құтыла алмай қаласың, бәле боласың. Сен мен кім екенін білесің бе деп айқайлап тұрады. Сіз білім алған сайын, сіз адамдардан кішірей беруіңіз керек. Сен адамдарға бірінші барып сәлем беретін болуың керек. Сен адамдармен сөйлескен кезде, олар сезіну керек, өзін сенің алдында әжептәуір адам екенін сезіну керек. Семен бірдей теңдес адам екенін сезіну керек. Оның ойын жүрегінде мынандай нәрсе тұрмау керек. Мынамен қалай сөйлесесің қазір? Бұл білімді ғой. Ол бізбен сөйлесер ме екен, сөйлеспес пе екен деп адамдар ойлап тұрса, біліп ал. Сен онда шайтанның жолына түскен адамсың. Өйткені шайтан лағнеті білімді кезінде не деген еді? Ана хайру минху. Мен одан артықпын деген сөз бұл шайтанның сөзі болатын. Сені білімің кішірейте алмаса, адамдардан бір жақсы жерін көре алмасаң, қарайсың, бәрі білімсіз сияқты. Сен бәрін білетін сияқтысың. Мынау қарайсың төмен, мынау қарайсың төмен сияқты. Біліп ал, сен шайтан лағнетінің жолына түсіп алғансың. Плотно. Білім адамды кішірейту керек.